12-ші нұсқа, бірінші сұрақ. Синоним сөздерді табыңыз. Синоним сөздер тізбегі. Адам, кісі. Сөз тіркесін жасауға тірек болатын сөз атауын белгілеңіз дейді. Негізгі, бағыныңқы, басыңқы, туынды, дара және сөйлем. Сөйлем бола алмайды, дара бола алмайды, туынды бола алмайды. Сөз тіркесін жасауға тірек болатын сөз атауы негізгі бола алмайды. Дұрыс жауабы басыңқы болады. Күрделі сөзді көрсетіңіз. Қол шапалақтау, мойына су кету, жер қазу, кетіп қала жаздады, бие сауым уақыт. Болмайды, жер қазу болмайды, қол шапалақтау, мойына су кету болмайды. Бізде қалғаны осы, кетіп қала жаздады. Үшінші, ыңғайлас салалас сөйлемнің жалғаулықтары. Ыңғайлас салалас сөйлемнің жалғаулықтары бізде және деген болады. Өйткені себебі алайда онда да әрда де және жуан буынды сөзді табыңыз. Шағала, арбакеш, еңбек, өсімдік, өндіріс. Зат есімнің жалқы есім түрін табыңыз. Бірінші сұрақ бізде зат есім болу керек, екіншісі жалқы есім түрін табу керек. Әке, шеше, аспан әлемі, еңбекші халық, ата, ана. Қарағанда. Ойдың иесі болатын сөз дейді. Оның барғысы келді. Ит өлген жер. Тұрақты сөз тіркесі маған баруға болмайды. Елші. Бала ісімен ұнады. Несі онымен ұнады? Ісімен. Ісімен ұнап тұрған кім? Ойдың иесі бала. Дұрыс жауабы бізде осы болады. Бала несімен ұнады? Ісімен ұнады. Қыздың жиған жүгіндей тұрақты сөз тіркесінің антонимі. Әдемі болмайды, көркем болмайды, көрікті болмайды, әсем болмайды, ретсіз болады. Бізде синоним сұрап тұрған жоқ, антоним сұрап тұр. Сондықтан ретсіз. Буын түрлерінің саны 3. Тұйық буынды сөзді көрсетіңіз. Ана дейтін болсақ, мынау ашық буын. Және мынаны ан деп алатын болсақ, бізде тұйық буын болады. Демек, оны деген сөз бізде тұйық буын. Дауыстыдан басталып, мына жерде мына деген дауыссыз дыбысқа аяқталып тұр. Қай сөйлемде мезгіл үстеу сөз бар? Белгілеңіз дейді. Мезгіл үстеу. Ағам келді. Ағасы қашан келгені белгісіз. Ағам кеше келді. Ағам қашан келді? Кеше келді. Мына болады. Кеше деген бізде мезгіл үстеу. Үтірдің қойылу себебін белгілеңіз дейді. Дау жоқ, бүкіл әлемдік деңгейде көрінерміз. Оқшау сөз, қыстырма сөз, қаратпа сөз, сендіру мәнді қыстырма, күдік мәнді қыстырма. Дау жоқ, бүкіл әлемдік деңгейде көрінерміз. Сендіру. Сендіріп тұрмын арада. Дау жоқ деп.
Төл сөзге лайық тыныс белгісі қойылатын сөйлем қайсысы, белгілеңіз дейді. Мен бір ақыл таптым деді қуанып Абзал. Төл сөзге лайық. Мен бір ақыл таптым деді Абзал. Осы болады екен. Термин сөздерді табыңыз. Ақыл ауыр 2-ден 3-тен синус, косинус, теңеу, синус. Күрделі сөзді табыңыз. Кетіп қалды, сіркесі су көтермейді. Қара торы қыз. 100-ден астам қой. Ойымды жасырмадым. Күрделі сөз кетіп қалды. Мекен пысықтауыш бола алатын сөз қайсысы? Мекен пысықтауыш болатын сөз. Мекен. Бұл жолы үндемей отырып маған бола төрге қарай. Төрге қарай. Сабақтас құрмалас сөйлемді табыңыз. Сабақтас. Құрмалас сөйлем. Қонағы домбыра тартса, ол әнімен қосылады. Таяқ тиген жер жаныма батып барады, алайда сыр берген жоқпын. Көйлегі көлбеңдей, аяқ сыбдырын білдірмей басып біреу келді. Құс атаулы аспанда толып жүр, қарлығаш, ұзақ қарға, бәрі де бар. Сабақ ерте басталды. Сабақтас құрмалас сөйлем. Бұл арадағы қонағы домбыра тартса, ол әнімен қосылады. Еліктеуіш сөз табыңыз. Бұрала басу, жалт-жұлт етті, ертең жүрмек, орынсыз күлу, ақсаңдай жүгіру. Бұрала басу болмайды. Жалт-жұлт етті. Ертең жүрмек, ақсаңдай жүгіру. Орынсыз болмайды. Демек жалт-жұлт. Жалт-жұлт етті. Еліктеп тұр. Қабысы байланысқан тіркес қайсысы дейді. Тәңірберген ақшыт орамалмен аузын таңып алды. Қабысу. Ақшыт орамал мен. Қайсысы дұрыс көрсетіңіз дейді. Күләнді, 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 күләнді. Атаулы сөйлемді көрсетіңіз. Түн, күн, түн. Күрделі сөзді табыңыз. 100-ден 35. Қате жазылған үнді дауыссыз сөзді көрсетіңіз дейді. Наңғыш. Екпін анықтамасы. Екпін дегеніміз сөз мағынасын анықтайды. Мағынасын өзгертеді. Түрлендіреді, өзгертеді, анықтайды. Бітеу буынды сөзді көрсетіңіз. Дастарқан. Бітеу буын.
Дастарқан. Дауыссыз дауыссыздар. Қате қойылған тыныс белгісін анықтаңыз. Аз ба көп пе? Зат есімнің орнына жүріп, бастауыш қызметін атқарып тұрған есімдікті көрсетіңіз. Бұным саған көрсеткен назым. Бұным есімдік. Әрі бастауыш, әрі есімдік. 28-ші сұрақ. Төл сөзді сөйлемдік көрсетіңіз дейді. Абай жолы романы құнды шығарма. Ақкөңіл ақаң баланың сырғытпасын сезген жоқ. Оспан деген әдепті бала, енді не істемекшісің деді ана. Ол ештеңе дей алмады. Абай жолы төл сөз. Абай жолы бола алмайды. Ақкөңіл бола алмайды. Оспан бола алмайды. Енді бола алады. Бірге жазылатын сөзді көрсетіңіз. Бірге жазылатын сөз 5 жылдан жылға, қолтаңба оқу орны, қара қыпшақ қаламақы, тыйым салу кәсіподақ, Сырдария жиренше шешен. Бұл арадағы бірге жазылатын сөз әрине қара қыпшақ, қалам, ақы. Қалам, ақы, қара қыпшақ. Қате тасымалданған қатарды көрсетіңіз. 25% пайызға процентке сақталады. Осы уақыт қалғандары дұрыс емес. 25%. Қате. Құрметті терең тіл білімі YouTube арнасының көрермендері, осымен біздің бүгінгі талданған сұрақтарымыз аяқталды. Терең ойланып талдадық. Келесі нұсқада кездескенше аман сау болыңыздар.